Қалайсыздар, құрметті шәкірттер, сіздермен бүгін адай күйінің екінші бөлімін үйренетін боламыз. Уақыт болып жатса, толыққанды адайды соңына шейін тартуға тырысамын, немесе үшінші бөлімді бөліп түсіруге тырысамын. Біз алдыңғы бөлімдегі адайдың үйренген жерін қазір тартып көрейік. Өшіргешін үйренген болатынбыз. Енді айта кететін дүние, адайдағы қағыстар тағы да бір рет қайталап кетейін. Төмен жоғары, алма кезек. Одан кейін бір төмен үш жоғары. 1, 2, 3, 4. Одан кейін 5 қағыс. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ал ендеше ары қарай кеттік. Мына жерден бастап жалғастырамыз. Ортаңғы буын сағасына дейінгі жер. Бұл жерде қағыс 5-тіге 1, 2, 3, 4, 5. Қағысқа мән беріңіздер, міне. 1, 2, 3, 4, 5. Ал нотаға келетін болсақ, до, ре, ми. Ал пернеге келетін болсақ, 5, 7, 9. Бармақ жетінші перненің үстінде тұрады. 5, 7, 9, 9, 9. Міне. И 7-ге. Бір төмен жоғары. 9 и 5-ге. Енді 7-ден 7, 9, 10 нотадан ре, ми, фа. Ре, ми, фа, фа, ми. 7, 9, 10. 7, 9, 10, 10, 9, 7, 9, 5. Енді осы жерде деп ойнайды ғой көпшілігі. Біз былай ойнаймыз, қараңыздар. 9, 10, 12, 10, 9, 9, 9, 5. Міне. Бармақты 10-ға қоямыз. Бірінші саусақты 9-ға қоямыз. 9, 10, 12, 10. Міне. Бармақ тұра береді, қозғалмайды. Бір төмен жоғары қағыстармен. 9, 10, 12, 10, 9. Енді 9, 2. Міне. Бармақ және екінші саусақпен екі жағынан да басамыз. Жоғары бармақ 7-де, 9, төртінші саусақпен. И 5-ге. Қайттан бір рет тартып көрсем. Жай. Ноталар. Ми, фа, соль, фа, ми, 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 до. Төбесі ғана өзгеріп жатыр, міне. 9, 9. Төбесінгі цифрларды айтамын, перненің. 10, 9, 7, 5. Ары қарай. 7, 9, міне. 7, 9, 10. Қарыс. 7, 9, 10, 10, 9, 7, 9, 5. Тағы да бір рет жаңағыны қайталаймыз. 9, 10, 12, 10, 9. Астын айтып отырмын қазір. 9, 5. Қайттан қайталайым. Ми, фа, соль, фа, ми, 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 до. Ре, ми, фа, фа, ми, ре, ре, ми, до. Тағы да бір жаңа жерді қайталаймыз. Ми, фа, соль, фа, ми, ми, 9, 5. Енді 7, 9, 10. Қағысқа мән беріңіздер. 7, 9, 10. Міне, саусаққа да мән бересіздер. Қағысқа да мән бересіздер. Одан кейін перне, қай пернені басып отырмын. Мына нүктелермен ориентир алыңыздар. Міне нүкте, қай нүктелері басып отырмын, соған қарап. И перненді айтып отырмын. 7, 9, 10, 7, 9, 10, 10, 9, 7, 9, 5. 7, 9-ға бастың көрдіңіздер ма? 7, 9, 7, 9, 9, 5, 2, 3, 2. Қайтадан. 7, 9,
бармақ 7-те, бірінші саусақ 5-те. Төмен, екінші пернеге жоғары, үсті ашық. Енді үшінші пернені асты үстінен басамыз. Жоғары, екінші пернеге жоғары. И 5-тен ең басында бірінші бөлімде бардығымыз жер. 5, 7, 5. Үшінші, төртінші саусақ 7-ге. Екі қағыз, и екінші перне. Енді бұл жерде ашпаймыз. Ля, 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 ля. Енді 7-ге. Алма кезек көрдіңіздер ма? 7, 10, 9, там, пам, 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 тарарам, пам, пам. 7, 5, 7, 7, үшінші және төртінші саусақ 2. Ашып береміз. И тура басындағыдай. Ең басындағы бер. Осылай ортаңғы буын саға дейінгі жер бітеді. Енді ары қарай мен түп санаммен ақылдаса келе сағасын үшінші бөлім қылып, одан кейінгі тағы да ортаңғы буыны бар, соңғы бөлімде төртінші бөлім қылып, 4 бөлімге бөліп түсірсем ба деген ой болып жатыр. Неге? Өйткені көбейіп кетеді. Қазір мен сағасын қосатын болсам, сіздер сәл шатасып қаласыздар. Ортаңғы буынды жақсылап, екінші бөлімді жақсылап жаттап алыңыздар, қайталаңыздар, қайта-қайта аз-аздан үздіксіз деген қағидамен шаршамай, талмай, қайта-қайта қайталап, саусақтарыңызды үйретіп, одан кейін барып, үшінші бөлімге, яғни сағаға көшетін боламыз. Келесі сабақта кездескенше, маған деген қолдауыңыз, лайктарыңыз, пікірлеріңіз және де достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелгеніңіз. Сау, сәлеметті, аман, сау болыңыздар.